Barşаңызға сәлем, сіздермен сковородкада дайындалатын пицца жасаймыз. Ол үшін ірімшігімізді үкіштен өткізіп аламыз, қызанағымызды тураймыз. Содан соң шұжығымызды турап қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаны жарамыз. Содан соң айран немесе қаймақ құямыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Кішкене тұз салып жібереміз. Содан соң ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып жатқан кезде кішкене қопсытқыш салып жібереміз. Мен ұнды 2-ге бөліп салдым. Бірден салып жібермеңіздер. Мен сияқты 2-ге бөліп салып миксерлесеңіздер болады. Қызып тұрған тапамызға кішкене сұйық май құямыз. Содан соң жаңағы қамырымызды құйып, сұйық қамырымызды бетіне начинкаларын орналастырамыз. Алдымен шұжық, қызанақ, ірімшікті салып, бетін жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз дайын болды. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өте керемет болып шығады. Алдағы уақытта пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған шансая ас болсын.